Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Жалпы қыздар, сіздердің бір сұрақтарыңызға мен жауап бергім келіп отыр. Менің арықтау туралы видеоларымның астында көп жалпы комментарийлер жазылып жатыр. Соның ішінде дұрыс тамақтану туралы. Гүлім, сіз жаңағы интервалда кез келген тағамды жейсіз, дұрыс тағамдану туралы айтпайсыз деп жатыр. Қыздар, мен дұрыс тағамдану үшін оны айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Дұрыс тағамдану ол әр адамның міндеті. Өйткені денсаулық сіздерге керек. Кока-кола, чипсы және де басқа нәрселер, колбаса, әртүрлі нәрселер жеудің өте зиян екенін оны мен айтпай-ақ білесіздер деген ойдамын. Сондықтан, ал бір сұрақ бар, ашық сұрақ, ол суды қанша ішу керек деген. Қыздар, суды 2 литр, 3 литр күніне ішу керек деген ойды дәрігерлердің өзі де айтып жүр. Менің таңғалуым бойынша, қыздар, ешқандай 8 деп 3 литр, 2 литр су ішу күніне сіздер міндетті емессіздер. Мен соны айтайын. Сіздерге бір ашық жаңалық ашқан шығармын көптеріңізге, арықтап жүрген қыздарға, дұрыс тамақтанып жүрген қыздарға. Суды, қара суды 2 литр, 3 литрін ішу мен үшін өте қиын нәрсе шығар. Мен күніне, білмеймін, 2 стаканды екеуін азанда тұрған кезде, сіздер су азанда тұрған кезде ішу керек. Ешқандай асқазан тұрдыңыз, 1 стакан немесе 2 стакан су ішіп алсаңыз болады. Оған менің қарсылығым жоқ. Бірақ 2-3 литр күні бойы қара суды ішу дегенге өте қарсымын. Неге? Өйткені бізде Алла тағала бізді жасаған кезде, адам баласын өмірге жіберген кезде 2 литр су ішпесең болмайды, сен арықтамайсың немесе денсаулығың құрып кетеді деген ойда болған жоқ. 2 литр су ішу үшін сіз 2 литр су ішкіңіз келсе ішесіз. Егер сіздің ағзаңыз 2 литр суды қабылдамаса, оны мәжбүрлеп немесе басқа, білмеймін, ішіңізге құюға болмайды. Егер сіз жазғы уақытта қатты шөлдеп, ыстықта 40 градус су ішсеңіз, 2 литр, 3 литр немесе 4 литрге дейін ішсеңіз, сіздің құқығыңыз. Егер сіздер қыстық уақытта 2-3 литр су ішем, бұл дұрыс тағамдану. Оны ішпесем, мен бір жерім ауырады немесе жаңағы ұғымдар көп қазіргі дұрыс тағамдану туралы Инстаграмда неше түрлі қыздар дұрыс ақпарат бермей жатыр. Арықтау үшін мынандай жеу керек, 2 литр су ішу керек, міндетті түрде. Жоқ, олай емес. Егер сіздер күні бойы сондай су ішетін адам болсаңыз, суды қалайтын адам болсаңыз, егер жалпы организміңіз, өзіңіз, ағзаңыз 2 литр су ішкісі келсе күні бойы, ішіңіз. Бірақ оны мәжбүрлеп 2 литрлік құйып қойып, ішкіңіз келмесе де ішіп, ондайдың қажет жоқ. Сондықтан түсінікті деп ойлаймын. Жалпы бүйрегі ауыратын қыздарға 2 литр суды ішу өте сіздерге зиян. Егер бүйрегіңізде пилонефрит немесе одан әрі гломерулонефрит немесе одан да әрі бүйрек жетіспеушілігі болса, сіздерге 2-3 литр су ішуге болмайды. Ол бүйрекке үлкен нагрузка. Сіздер ағзаңыз керек емес болса да ішіңізге су құясыз, ол бүйрегіңіз сізде дұрыс шығара алмайды. Өйткені бүйректің жалпы жұмысы нашар, немесе бүйрегіңіз ауырып тұр, немесе бүйрегіңіз суықтаған, немесе бүйрегіңізде инфекция бар. Сондықтан бірінші бүйрегіңізді емдеп алыңыз, содан кейін барып 2-3 литр су ішіп көріңіз. Бірақ менің ойым, мен дәрігер ретінде өзімнің ойым, сіз егер ішкіңіз келсе ішесіз, ағзаңыз қалап тұрса. Егер ешқандай ағзаңыз ештеңені қаламай тұрса, егер тек қана күніне 2-3 стакан ішіп, шай ішіп, немесе компот ішкіңіз келсе, сок ішкіңіз келсе, ішесіз. Бірақ мәжбүрлеп 2-3 литр суды ішіңізге салу деген ондай нәрсе өте дұрыс емес нәрсе. Жалпы және де барлық дәрігерлердің айтатыны 2 литр су деген ішіне сіздерге 2 литр суға сіз дұрысыңыз, шайда кіреді.
күні бойы ішкен сорпаңыз да кіреді, тамақтың ішіндегі, тағамның ішінде су бар ғой, су да кіреді, жаңағы көкөністер арқылы бөлінетін согы кіреді сіздердің ағзаң, барлығын айтады 2-3 литр деп. Сіздер ойламаңыздар, жаңа шайдыңдан бөлек, соктан бөлек, жаңағы компоттардан бөлек, жалпы сусыннан бөлек, тағамның ішіндегі бөлек тағы да 2-3 литр су ішу керек деп. Ол дұрыс емес ұғым. Егер ішетін болсаңыздар, барлығын есептеңіздер. Солай. Қыздар, және де бір ұғым бар тағы да. Жалпы арықтайтын алдында, жалпы тағамның алдында 2-3 стақан су ішу керек, одан кейін тағам ішу керек. Сондықтан жалпы өйткені сіз ішіңізді алдайсыз, су ішіп алдайсыз, және де содан кейін тағам ішесіз, сосын тез тойынасыз деген ұғым бар. Ол негізі дұрыс емес ұғым. Өйткені сіз ішіңізге тағамның алдында егер сіз 1 стақан су ішіп алсаңыз, ішіңіздегі жаңағы кислотность дейді, жаңағы қышқылдығы өте төмендеп кетеді. Ал бізге асқазанның жаңағы сөлі қышқыл болғаны өте жақсы ағза үшін. Неге? Өйткені ол сіздің ішкен тағамыңыздың бәрін қорытуға, жақсылап қорытып, сырттан түскен бактериялардың бәрін өлтіруге, асқазан сөлінің ішінде барлығы өлуге, соның жұмысына өте қатты керек. Егер сіздер 2-3 стақан су ішіп алып тағам жейтін болсаңыз, менің ойымша қышқылдығы төмендейді, сілтілігі көбейеді. Сондықтан ағзаңыз дұрыс жұмыс істемейді, жалпы түскен тағамды дұрыс қорыта алмайды. Соны түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Су 2 литр ішесіз ба, 3 литр ішесіз ба, ағзаңыз білу керек. Біздің алаш бізді жаратқан кезде барлығын біз үшін ойластырып қойған. Сіздің бір жақтан алып ойласудың ешқандай қажет жоқ. Сіз үшін барлығын жасап қойған. Егер су ішкіңіз келсе, азанымен 2 стақан ішіңіз, бірақ күні бойы егер ішкіңіз келмесе ішпейсіз. Қай кезде суды мәжбүрлеп ішу керек? Егер сізде отравление болса, отравление жалпы бір нәрсемен толастамай құсып атсаңыз, ішіңіз өтіп атса, сіз обезвоживание деген болады, сусыздану деген болады. Сол кезде сіз міндетті түрде өзіңізге суды ішуіңіз керек. Өйткені сізде жаңа айтпақшы, сусыздану процесі басталмас үшін сіз өзіңізді мәжбүрлейсіз су ішуге. Өйткені өзіңіздің өміріңізді алып қалу үшін, жаңа құсып атқан, сыртқа шыққан сұйықтықты орнына келтіру үшін сіз ішесіз. Ал бірақ былай өзіңізге сау кезде, сап-сау адам өзіңе 2-3 литр суды ішіне құяды дегенін мен өзім дәрігер ретінде қарсымын. Сондықтан қыздар, соның барлығын дұрыс есептеу керек. Біреу айтты деп, оны жасай беруге деп болмайды. Өзіңіз барлығын ойластырып, ақылды қыздармыз ғой, сондықтан барлығына ақылмен қарау керек, қыздар. Және де жаңағы айттым, қай кезде су ішу керек. Ыстық кезде, егер 40 градус болып тұрған кезде, шөлдеп тұрған кезде 2-3 литрді қалай ішкеніңіз өзіңіз білмей қаласыз, өйткені ағзаңыз соны сұрап тұр, суды. Егер отравление болып жатқан кезде, жаңағы құсып атқан кезде, барлығы болып жатқан кезде, әрине сіз су ішуіңіз керек. Жаңағы сұйықтықтардың бәрін орнын толтыру үшін. Сол кездерде ғана ішу керек. Егер өзіңізді мәжбүрлеп, оны түсіне алмаймын. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер мен ақпаратым сіздерге ұнаса, жалпы басқа қыздарға, басқа туысқандарыңызға, немесе барлық адамдарға WhatsApp-қа жалпы таратсаңыздар болады. Үлкен рахмет айтар едім. Және де лайк қойыңыздар. Барлық комментарийларды сұраңыздар, сұрақтарыңызды қандай видео түсірейін, бәрін айтыңыздар. Менімен жеке жалпы жақын сөйлесу үшін, дос болу үшін, қыздар, мен инстаграмыма жазылыңыздар. Гүлім Маратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.